Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 10 сабақ. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. И қысқа и әріптерінің жазылуы. Біз бұл тақырыптан и қысқа и әріптері бар сөздерді сауатты жазуға үйренеміз. 38-ші жаттығу. Өлеңдегі көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып оқы. Сол әріпті неліктен қойғаныңды дәлелде. Кім дейміз? Сыйлап үлкен ағаны, сәлем берген баланы кім дейміз? Әдепті екен бұл дейміз. Таудай биік талабы, жақсы оқитын баланы кім дейміз? Үлгілі екен бұл дейміз. Енді и әріптерінің қайсысын неліктен қойғанымызды дәлелдеп берейік. Сыйлап деген сөзде қысқа и қоямыз, себебі идің алдында дауысты дыбыс тұр. Ал биік деген сөзде бізге кәдімгі и қоямыз, себебі идің алдында б әріпі, яғни дауыссыз әріп тұр. Оқитын сөзінде де и әрпін қоямыз, себебі алдында қ дыбысы дауыссыз дыбыс тұр. Осылай дәптерге әдемілеп жазып аламыз. Келесі 39-шы жаттығу. Аидаға әкесі планшет сыйлады. Планшеттен кейбір сөздердің жазылуын тексерді. Сол сөздерді көшіріп жаз және олардың жазылуын есіңе сақта. Ал бізге планшетте сый, сыйлық, сыйла, сыйды, тый, тыйым деген сөздер жазылған. Осы сөздерді дәптерге қатесіз әдемілеп жазып аламыз. Келесі бізге берілген ережеге тоқтала кетсек. Сый, тый және бұлардан тараған сөздерде ый жазылады. Мысалы, сый, сыйлық, тый, тыйым. Осы ережені мұқият оқып жаттап аламыз. Келесі 40-шы жаттығу. Өлеңдегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып көшіріп жаз. Апам қонақ шақырып, достарымды жинады. Менің туған күніме көкем көйлек сыйлады. И қысқа и әріптері бар сөздердің астын сыз бір-бірімен салыстыр.
Келесі 41-ші жаттығу. Сызба арқылы и, қысқа и дыбыстары туралы білетініңді өз сөзіңмен айт. Ереже құрастыр. И дауысты дыбыс. Ол сөз басында және дауыстыдан кейін жазылады. Қысқа и дауыссыз дыбыс. Ол дауыстыдан кейін жазылады. Осылай ережені толықтай құрастырып, дәптерге жазып аламыз. Келесі шығармашылық үзіліс. 42-ші жаттығу. Жағдаяттан шығып көр. Бүгін Дидардың әкесінің туған күні. Сабақтан соң ол дүкенге келді. Сыйлық таңдауға біраз қиналды. Сен Дидардың орнында болсаң, әкеңе не сыйлар едің? Егер мен Дидардың орнында болсам, әкеме жылы жемпір сыйлар едім. Ол қыста тоңбай жүруі үшін. Міне осылайша сіздер де өз ойларыңызбен өзгертіп жазсаңыздар болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.